Номері 6 зертханалық жұмыс. Ең алдымен Delphi программасын ашамыз. Кейін программамыз ашылғаннан кейін View, Forms, Data Module 5 таңдаймыз. Кейін осы жерге Table 1 және Data Source, Table 3 және Data Source 3-ті орнатамыз және бұған приходты жалғаймыз. Актив деген жерді false-ті true-ға ауыстырамыз және датасетқа table 3-ті жалғаймыз. Кейін form 2-ке кіріп, бұл жерге 2 edit жалғаймыз. Екі edit 5 button жалғаймыз. Және де бір combo box жалғаймыз. Бұл lookup combo box деген жалғаймыз. Және бір dbgrid жалғаймыз. dbgrid'да data source деген жерге бағыттама жібереміз. Біздің бағыттамамыз data module 5 және data source 3. Көріп отырғаныңыздай бағыт бердік. Және 5 баттынға атау беріп кодтарын енгіземіз. Бес баттынға атау бердік, енді кодтарын енгіземіз. Барлық баттындарға кодтарымызды қойып шықтық. Енді lookup combo box компонентіне келесі қасиеттерді орнатамыз. Data source деген жерге data module 5 және data source 1-ді енгіземіз. Жоқ, data source 3-ті енгіземіз бұл жерге. Және enterді басамыз. Кейін list source деген жерге data module 5 және осы жерге data source 1-ді енгіземіз. Data field деген жерге материалды енгіземіз. Және key fieldқа да материал, list fieldқа тоже материалды енгіземіз. Көріп отырғаныңыздай бұл жерде бірнеше өзгерістер шықты. Келесі біздер data module 5 компонентіне кіріп шыққанның көмегімен table 2-ін таңдаймыз. Және бұл жерде fields editor'ды басып add fields таңдаймыз. Және бұл жердегі бірінші алаңнан басқа алаңның барлығын енгіземіз. Көріп отырғаныңыздай алаңдар енгізілді. Және келесімен form 2-дегі dbgrid'ға шыққанның оң жағын басып columns editor'ды басамыз. Және add all files'ты басамыз. Бұны да енгіздік. Енді біздер view, forms, data module 5 компонентіне кіреміз де table 3-те index file name деген жерге data приходы және материалды таңдаймыз. Келесі біздер dbgrid компонентінде columns editor'ды басып data приходы мен материалдың орнын ауыстырамыз бір-бірімен. Көріп отырғаныңыздай орын ауысты және де осымен номер 6 зертханалық жұмыстың соңы.